Қолжетімді министр. Бүгін мәжіліс спикері Қабиболла Жақыпов денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министріне осындай баға берді. Мәжіліс спикерін Тамара Дүйсенованы мақтауға не итермелегені жөнінде тілші бейнематериалында. Бүгін мәжілісте әлеуметтік еңбек саласындағы мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру мен автоматтандыру мәселелері бойынша заң жобасы мақұлданды. Депутаттар 2 жыл бұрын мемлекеттік қызмет туралы құжаттың қабылданғанын еске түсіріп, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінен нақты қанша қызметтің автоматтандырылғанын сұрады. 2013 жылы автоматтандыру мен оңтайландырылуы тиіс қызметтер түрі бекітілген. Ол жерде уақыты да көрсетілген. Осы орайда сіздің министрлігіңіз неше қызмет түрін автоматтандырды? Өз кезегінде министр жоспар бойынша жұмыстардың атқарылып жатқанын жеткізді. Оның айтуынша 36 қызметтің 17-сі халыққа қызмет көрсету орталықтары, 12 қызмет түрі веб-портал арқылы көрсетіледі. Бүгінгі таңда қарастырылып отырған 16 қызметтің 10-ы халыққа қызмет көрсету орталықтары, 4-еуі электрондық үкімет арқылы жүзеге асырылмақ. Айта кету керек, жалпы заң жобасы әлеуметтік еңбек саласындағы 36 мемлекеттік қызметтің 16-сын өзгертуге негізделген. Бастысы азаматтардың халыққа қызмет көрсету орталықтарына өткізетін құжаттар тізімін қысқартуға күш салыныпты. Заң жобасында қабылданғалы отырған шаралардың тағы бір артықшылығы үкіметтің бірыңғай ақпарат жүйесін қолдануының негізінде біріншіден қажетті құжаттар тізбесін барынша азайтуға, әрі қызмет көрсету мерзімін қысқартуға қол жеткізу болып отыр. Мысалы, базалы зейнетақыны алу үшін азаматтар 3 құжаттың орнына тек бір ғана құжат, яғни жеке куәлігін көрсету қажет болады, ал қызмет алу мерзімі 7 күннен 30 минутқа дейін қысқаратын болады. Айта кетейік, заң жобасын талқылау барысында Мұхтар Тінікеев пен Тамара Дүйсенова арасында пікірталас орнады. Алайда министрді тыңдауды жөн көрмеген халық қалаулысының сөзіне мәжіліс спикері Қабиболла Жақыпов араласты. Ол Тамара Дүйсенованы әріптестеріне үлгі ретінде көрсетіп, қолжетімді және еңбекқор министр деген баға берді. Мұхтар Бәкірұлы, ол менің білуімше қолжетімді министр. Бұл министрлік жарады. Басқа ер министрлерге қарағанда көп жұмыстар атқарды. Сіздерге рахмет. Мүмкін бәрін қамтып үлгермеген болар. Себебі мұнда денсаулық сақтау әлеуметтік салада бар. Сіз Тамара Босымбек қызымен кездесіп, мәселенің қандай шешімі бар екені жөнінде сөйлессеңіздер. Сосын келесі заң жобаларының біріне енгізесіздер. Жалпы жұмыс істейтін азаматтарды қолдау керек. Өз кезегінде Тамара Дүйсенова қарапайымдылық танытып, мемлекеттік орган ең алдымен халықпен жұмыс істейтіндіктен қолжетімді министрлік болу керек екендігін алға тартты. Гаухар Тұрсынбек, Виктор Гуйтис, Қазақньюс, Астана.